Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып математика пәні 69 сабақ. Геометриялық фигуралардың және сандардың тізбегі тақырыбы. Бүгінгі сабақта сендер тізбектің құрылу заңдылығын анықтауды және заңдылықтың бұзылуын табуды үйренетін боласыңдар. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Бірінші тапсырма. Дәптерге геометриялық фигуралардан тұратын төмендегідей тізбектер сал. Әр тізбек қандай заңдылық бойынша құрылған? Балалар, тізбекке мұқият назар саламыз. Бірінші тізбекте бір көк түсті шеңбер, жасыл түсті шаршы, көк түсті шеңбер, жасыл түсті шаршы. Яғни осы екі фигураның қайталануы арқылы жасалған тізбек. Екінші тізбекке қарасақ, күлгін түсті шаршы, бір қызыл шеңбер, екі күлгін түсті шаршы, бір қызыл шеңбер. Осы үш фигураның қайталануы арқылы жасалған тізбек. Үшінші тізбекте екі көк түсті шеңбер, бір күлгін түсті шаршы, екі жасыл түсті шеңбер. Осы 5 фигураның қайталануы арқылы жасалған тізбек. Балалар, дәптерімізге осы геометриялық фигуралардан тұратын тізбекті салып аламыз. Келесі екінші тапсырма. Қазақтың ою-өрнегі тізбегіндегі заңдылықтың бұзылған жерін тап. Балалар, ою-өрнек тізбегіне мұқият назар саламыз да бұзылған жерін табамыз. Бізде басындағы 5 ою-өрнек қайталанып отырған және екінші тізбекте үшінші тізбегіндегі екі ою бір-бірімен орын алмастырған. Мен тізбектің бұзылған жерін белгілеп көрсеттім. Мұқият назар салсаңдар болады. Келесі үшінші тапсырма. Сандардың тізбегін құр және жаз. А тапсырмасы. 3-тен 30-ға дейін 3-3-тен қоса отырып, 3-3-ке 3-ті қосып жазып кетеміз. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 5-тен 50-ге дейін 5-5-тен қоса отырып, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ә тапсырмасы 20-дан 2-ге дейін 2-2-ден азайта отырып. Енді 2-ден азайтып жазамыз. 20, 18, 16, 14, 12, 18, 6, 4, 2. Келесі 40-тан 4-ге дейін 4-4-тен азайта отырып. 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4. Балалар, осылай сандардың тізбегін құрастырып, дәптерімізге жазып аламыз. Келесі 4-ші тапсырма. А тапсырмасы. Есепте артық өрнекті тап. Ол үшін барлық өрнектерді шығарып аламыз. 18 қосылған 15 тең 33, 17 қосылған 16 тең 33, 14 қосу 18 тең 32, 33 қосу 0 тең 33, 29 пен 4-тің қосындысы 33, 33 азайту 0 тең 33, 34 азайту 1 тең 33, 30 қосылған 3 тең 33. Барлық байқағандарыңдай балалар, өрнектердің барлығының жауабы 33, тек қана 14 қосылған 18 тең 32 өрнегінің жауабы 32-ге тең. Сондықтан бұл жердегі артық өрнек 14 қосылған 18. Келесі ә тапсырмасы. Заңдылықты анықтап, тізбекті толықтыр. Бізде 300, 200, 400, 300 сандары берілген. Бұл жерде бірінші, екінші жүздіктерге 100 сандарын
қоса отырып жазған. Яғни 300, 200, 400, 300, 500, 400, 600, 500, 700, 800. Бос орындағы сандарды белгілеп кеттім. Келесі 5-ші тапсырма мысалдарды шығар. Әр бағандағы мысалдар қалай құрылған? Заңдылықты сақтап, келесі мысалдарды жаз және шығар. Балалар, бірінші бағанға назар саламыз. 10 қосылған 10 тең 20. 20 қосылған 10 тең 30. Бұл жердегі заңдылық бірінші қосылғышқа 10 саны қосылып отырған. Сонда 30 қосылған 10 тең 40 болады. Келесі баған 29 қосылған 11 тең 40, 38 қосылған 12 тең 50. Мұндағы заңдылық бірінші қосылғышқа 9 саны, ал келесі екінші қосылғышқа 1 саны қосылып отырған. Сондағы келесі мысал 47 қосылған 13 тең 60 болады. Келесі бағанда 100 азайту 15 тең 85, 100 азайту 25 тең 75. Мұндағы заңдылық азайтқыш 10 санына арттырып отырылған. Сонда 100 азайту 35 тең 65 болады. Келесі тапсырма 6-шы. Есептеуді орындап, әріптің мәнін тап. 26 қосылған 4 тең 30, 30 азайту 18 тең 12. Жауабы Б тең 12. Келесі өрнекте кері қарай есептейтін боламыз. 23 қосылған 9 тең 32, 32-ден 13-ті азайтсақ тең 19. Жауабы А тең 19. Аны орнына қойып өрнекті тексереміз. 19 қосылған 13 тең 32, 32 азайту 9 тең 23. Дәл осылай өрнекті орнына қойып, есепті шығарып аламыз. Келесі 7-ші тапсырма теңдеулерді шеш. 100 азайту x тең 57. Мұндағы x белгісіз сан. Оны анықтау үшін 100-ден 57-ні азайтамыз. X тең 43. Енді x-ті орнына қойып теңдеуді тексереміз. 100 азайту 43 тең 57, 57 тең 57. С қосылған 34 тең 98. Мұндағы с белгісіз сан. Оны анықтау үшін 98-ден 34-ті азайтамыз. С тең 64. С-ны орнына қойып теңдеуді тексереміз. 64 қосылған 34 тең 98, 98 тең 98. Келесі 8-ші тапсырма сурет бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Бірінші шартын құрып жазамыз. Барлығы 900 теңге. Сусабынның бағасы 500 теңге, сабынның бағасы 200 теңге. Ал майлықтың бағасы белгісіз. Шешуі: майлықтың бағасын анықтау үшін сусабын мен сабынның бағасын бір-біріне қосамыз. 500 қосылған 200 тең 700. Енді оны барлық сомадан азайтамыз. 900-ден 700-ді азайтсақ 200 шығады. Сонда жауабы майлық 200 теңге тұрады екен. Келесі 9-шы тапсырма. Сандар тізбегін құр және жаз. 10-нан 100-ге дейін 10 оннан қоса отырып, яғни ондықтарды жазамыз. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100-ден 1000-ға дейін 100-ден қоса отырып, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Келесі 100-ден 10-ға дейін 10 оннан азайтып отырып, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Соңғысы 1000-нан 100-ге дейін 100-ден азайта отырып жаз.
мың, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Балалар, дәл осылай сандар тізбегін құрастырып, дәптерімізге жазып алсақ болады. 10-шы тапсырма: фигураларды түстері бойынша мынадай ретпен орналастыр. Қызыл, көк, жасыл, сары, қоңыр, күлгін, сұр. Содан соң осы фигуралардағы әріптерден құралған сөзді оқы. Балалар, осы түстер бойынша ретпен құрастырып оқитын болсақ, бізде тазалық деген сөз шығады екен. Ал енді тазалық сақтаудың пайдасы қандай? Өз ойыңды білдір. Балалар, тазалық сақтаудың пайдасы өте зор. Тазалық денсаулық кепілі. Біз тазалық сақтау арқылы түрлі аурулардан өзімізді сақтандырамыз. Сондықтан да әрқашан жеке бас гигиенасын сақтап, айналамызды таза ұстауымыз қажет. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.